Kine milyonu kabarat. İtalyanla yapılmaz bu mesela. Onlarla yapılmaz. Ama orada şey ne götüreceğim diye. Ben orada isteyeceğim. Valla bir şey var mı? Анау тұрған пароммен қайтып келдік. Енді ол паром қайтадан сол азиатский частьқа қарай қатынайды да жарты сағаттың ішінде. И сағат 9-да оның рейсі бітеді. Барлық паромдар кешкі сағат 9-да рейстері бітеді. Трамвайға мінейік дедік. Кешкі намазға азан. Трамвайға мінейік деп жатырмыз. Билет 27 лира тұрады екен бір адамға. Паром азиатский частьқа бару 38 лира, келу 38 лира. Міне остановка. Қазір трамвай келу керек. Ал мына жерде мынандай су сатып алуға болады. Бірақ мынау істемей тұр, деймін, свет жанбай тұр. Мынаусы істеп тұр екен. Міне охрана анау будкасына бара жатыр отыруға. Анау ол охрана без билетниктерді тексеріп отырады. Без билет ешкім секіріп кіріп кетпес үшін. Міне security отыр мына жерде. Барлығын қадағалап қарап отырады. Трамвай келе жатыр. Міне әйел адам екен, жүргізушісі. Ішінде камерасы бар ма дейме? Ол сенде. Gülhane. Beyazıt Kapalı Çarşı, Beyazıt Grand Pazar. Біз трамвайдан түстік. Ішінде адам көп. Иіс невозможно сасылатыр ғой. Таза ауаға жеткеніне қуанып жатырмын. Тағы да анау түспейтін адамдары есіктің алдына тұрып алғанда, адамды өткізбейді, өзі түспейді. Мен түсінетін бұлардың вообще политикасынша. Түріктер не бүйтіп есіктің алдына тұрып алады да, ешкімді өткізбейді. Кешкі сағат 9 болайын деп жатыр. Ашық магазиндер бар. Ана жақта полицейский. Ана жақта жайма базар сумка болып жатыр. Ана жақта ашық бутиктер бар. Жабылғандар жабылып қалды.
Жабылып қалған ба? Көру керек. Міне, сумка жайма базар. 250 лира. 7 доллар, 7 евро дейді. Ал біз лира қалмағаннан кейін долларымызды майдалату үшін обменный пунктке барып майдалап, осы жерге келіп, кешкі ужинға лаваш жеп, айран ішіп, одан кейін гостиницаға барайық деп шештік. Осымен бүгінгі видеом бітті. Келесі менің видеоларымда кездескенше сау болыңыздар.